Баршаңызға сәлем. Красный бархат, яғни қызыл мақпал тортын дайындаймыз. Ең алдымен айранымызға соданы араластырып, жарты сағатқа немесе 15 минутқа қалдырамыз. Корждарымызды жасаймыз. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлеп аламыз. Үстінен дайын болған айранымызды құямыз. Сосын сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызға қопсытқыш және де какао қосып, араластырып, сұйық массамызға қосып, қамыр жасаймыз. Бізде осындай масса шығады, енді бізге қызыл түс шығару керек. Кез келген краситель қолдансаңыздар болады. Менде гелевый краситель 2 шай қасық қолданамын. Жақсылап араластырамыз. Осындай қызыл әдемі түс шығу қажет. Пергамент қағаздарын дайындап аламыз. Осылай табаға, формаға салып дайындап алсаңыздар болады, немесе өзіңіз қалаған диаметрлік формада сызып алсаңыз болады. Мен 6-7 қасықтай салдым. Егер де сіздер корждарыңызды бірдей қылып сала алмайтын болсаңыздар, пергамент қағазға, онда арнайы таразының көмегімен жеке-жеке кеселерге бөліп алсаңыздар болады. Менде 4 корж шықты. Бір корж қылып пісіріп алсаңыздар болады, немесе екіге бөліп пісірсеңіздер болады. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 15-20 минутта пісіп шығады. Піскенін тексеру үшін осылай шпажкамен тестаның ортасынан тығып көрсеңіздер болады. Егер де шпажка құрғақ болып шықса, онда тестаңыз пісті деген сөз. Арнайы кольцомен жан-жағын 24 сантиметрге кесіп шықтым. Менде крем-чиз, сливки, творожный сыр және де қант ұнтағынан дайындалады. Сливкимен жұмыс жасаған кезде біздің миксерімізде, ыдысымызда барлығы құрғақ болу керек. Титтей де су болмау қажет. Егер де су болатын болса, сливкиміз іріп кетуі мүмкін. Және де миксердің ақырын жылдамдығынан бастап 1-2 минут сайын жылдамдығын өсіріп отырамыз. Бізде осындай қою масса шығу қажет. Тортымызды жинаймыз. Мен арнайы поворотный столик қолданамын. Және де 26 сантиметрлік менде подложка. Подложканың астына әдейі мата қойдым, жылжып кетпес үшін. Подложкамызға кішкене крем жағып аламыз. Коржымыз жылжып кетпеу керек. Осындай арнайы кольцоның көмегімен жинайтын болсаңыздар, торттарыңыз түзу және де әдемі болып шығады. Кремдерді мен арасына 3-4 қасықтан салдым. Менде крем барлығына жетті.
Тортыңызды сәндеу ол өзіңіздің фантазияңызға немесе заказ берген клиенттің өз қалауы бойынша жасайсыз. Бұл рецептте тіпті тортты жинай салып, сразу жарты сағат немесе 15 минуттан кейін кесіп жесеңіздер де өте сулы болып тұрады, влажный болып тұрады. Корждары өте сондай нәзік болып шығады. Торттың сәндеу, әрлеу өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен осылай жан-жағын кескен корждардан ұнтақтап, осылай жан-жағына торттың жан-жағын қаптайтын боламын. Сіздер өз қалауларыңызша сәндей берсеңіздер болады. Торттың бетін осылай бір тегістеп аламыз, және де мен қалған креммен жан-жағына да крем жағып, барлығын тегістеп аламын. Сосын жаңағы қалған коржды ұнтақтарын жан-жағына, бетіне жабыстырып шығатын боламын. Мына торттар менің жасаған жұмыстарым. Барлығы осы рецептпен жасалған. Өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.